Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Қазір жаратылыстану пәні сабағымызды бастамас бұрын зейінімізді шоғырландыру үшін жаттығу орындап алайық. Күннің нұрын Аллахтанға саламыз, жүрегіне басып ұстай аламыз. Жарық жолы нәзік бәрі мейірімді, болып кетсе сонда дебір жан-жағым. Жарайсыздар, отырамыз. Балалар, олай болса, ақпан айының осы күнгі аптасының дәйек сөзімен таныс алайық. Шығармашыл бала, ойлы бала. Олай болса, балалар, шығармашыл бала болу үшін қандай болуымыз керек? Ізденімпаз болуымыз қажет. Егер білімді болса, жаңа тақырыпты, жаңа іс-әрекеттерді, жаңалықтарды тез қабылдайтын боламыз. Сөйтіп, біліміміз артып, шығармашылығымыз артып, алдағы уақытта өз іс-әрекетіміздің, өзіміздің жаңалығымызды ойлап табатын боласыздар. Жарайсыздар. Балалар, алдымызда кезеңді бағалау бар. Бүгінгі сабақ барысында тапсырмалар орындауында бал жинайтын боламыз. Бал жинаған балдарымызды осы кезеңді бағалау арқылы өзіміз бағалап отырамыз. Балалар, олай болса, өткен сабақты пысықтайық. Өткен сабақта біз қай тақырыпты өттік? Кім айтады? Румел? Дыбыстың шағылу дегеніміз. Дыбыстың шағылу дегеніміз. Олай болса, өткен сабақта сұрақ жауап әдісі арқылы біз пысықтайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Дыбыс қалай таралады? Кім айтады? Айзере? Дыбыс барлық бағытта бірдей таралады. Жарайсың. Оның таралуына қашықтық әсер ете ме? Әсер етеді. Мысалы, кезекте тұрған адамдардың ең басында тұрған адам, соңында тұрған адамнан жақсырақ естиді. Тамаша. Бала түсініп пе? Яғни кезекте тұрған адамдар, алдында тұрған адамдар дыбысы жақсы естиді, соңында адам баяу еститін болады. Жарайсың. Келесі сұрақ. Шағу деген не? Кім айтады? Шағу деген не? Румел? Шағылу дегеніміз дыбыстың кедергіге соғылып қайталанған кейін қайталануының дыбысына шағылу дейді. Тамаша. Жарайсың. Келесі сұрақ. Ал жаңғырық деген не? Жаңғырық деген не балалар? Тағы кім айтады? Әдемі? Дыбыстың шағылуынан қайталанған дыбыс жаңғырық деп аталады. Жарайсың. Тамаша. Олар қазір сұраққа жауап берген оқушылар бір балдан аламыз. Өзіміз бағалап қояйық. Балалар, жаңа тақырыбымызды болжау үшін тақтамызды бұл жерде ненің дыбысы ойнатылы болжайтын боламыз. Ал бұл ненің дыбысы балалар? Кім айтады? Иттің дыбысы. Жарайды. Келесі. Дұрыс па екен? Дұрыс. Ал келесі. Ынтымақ. Құстың дауысы. Құстың дыбысы дейді. Ал дұрыс па екен көрейік. Жарайсың. Келесіге дайын боламыз. Кім айтады? Айнас. Ненің дыбысы? Кеменің. Дұрыс па екен? Дұрыс екен, иә? Жарайсың, Айнас. Келесі. Ал. Жыралы. Ненің дыбысы? Жаңбырдың дыбысы. Дұрыс па екен, балалар? Дұрыс. Жарайсың, жыралы. Ал құпия тыңдайық. Қағда. Бұл жаңбырдың дауысы. Жаңбырдың дауысы. Алтын айтады. Қайрала. Найзағай дыбысы. Жарайсың, отыра ғой. Ал. Дұрыс, найзағайдың дауысы.
басқаша не деп атаймыз? Үй санды. Olay болса, қазір көргеніміз не туралы болды? Дыбыстар туралы болды. Ал олай болса, бүгінгі жаңа тақырыбымызда неге байланысты екен? Дыбыстарға байланысты екен. Балалар, олай болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы дыбысты бәсеңдетуге бола ма? Сабағымыздың мақсаты кедергілердің дыбыстың қатылығы мен таралу әсерін зерттеу жұмысын жүргізу арқылы дыбысты қалай бәсеңдетуге болатынын анықтаймыз және түсіндіреміз. Біздер бірінші дыбысты бәсеңдетуге зерттеу жұмысын жүргізбес бұрын дыбыстың қатылығын биіктігі және жиегіне байланысты зерттеу жүргіземіз. Топтық тапсырма орындаймыз. Оған қажетті заттар резонатор, камертон, түтікше, тілше, резина, приорка, металл пластиналар, металлолом қажет етеді. Бірінші дыбыстың қаттылығын зерттейді, қажетті заттар осылар. Екінші топ дыбыстың биіктігін зерттейді. Үшінші топ дыбыстың жиілігін зерттейді. Камертонды ауада ұрғанда дыбыс бәсең шығады. Абырағына салып көрейік. Дыбыс қаттырақ шыға бастады. Себебі дыбыс қорабының ішіндегі ауа тербеліп, дыбыс қаттырақ шықты. Камертонның айналасында тербеліс болады, бірақ оны көзімізбен көрмейміз. Шар арқылы көрсек болады. Осылай істегенде шарымыз камертонды алшақтап айнала бастайды. Арнайы түтікше арқылы естігенде дыбыс жан-жаққа шашырамай айқын естілетін болады. Көпірше резина керек. Біз бірінші қоямыз. Дыбыс баяу шықты. Енді дыбыс көпіршені шыштып көреміз. Дыбыс орташа шықты. Енді көпіршені тағы шыштып көреміз. Дыбыс қатты шықты. Резина қысқарған сайын дыбысқа қатты шағылады. Пропит салаты өрлейміз. Салса жай қатты шығады. Ішіне су құямыз. Ауа азаяды. Енді пропитаны қайттан өрлейміз. Ішіндегі ауаның дыбысын жіңішкере қаттыра түседі. Бұл метафон. Металл пластиналар ұзынан қысқаға шейін барады. Ұзын пластиналар дауысы жуан жай шығады, ал қысқа пластиналар дауысы жіңішке қатты шығады. Балалар, олай болса, дыбысты бәсеңдетуге бола ма? Бұл тақырыпқа
байланысты бейнелерді көреміз. Балалар зігіздесі көріс туралы жаңа қызықты тақырыпты үйренеміз. Сабақтың тақырыбы дыбысты бәсеңдетуге болады. Бұл тақырып күнделікті өмірде бізге өте қажет. Мынау қоңырау. Қоңырау соғылған кезде дыбыс пайда болады. Дыбыс әрқашан денсаулықтың тербелуінен шығады. Қоңыраудан шыққан дыбыс ауа арқылы барлық жаққа таралады. Бұл таралу дыбыс толқындары арқылы жүреді. Сондықтан дыбысты біз алыстан да ести аламыз. Кейбір дыбыстар өте қатты болады. Қатты дыбыс құлаққа жағымсыз әсер етеді және адамды мазалайды. Сондықтан бала құлағын жауып тұр, ал енді ойланып көрейік. Егер дыбыс тым қатты болса, оны азайтуға немесе бәсеңдетуге болады. Қалың перде дыбысты жақсы ұстап алады. Дыбыс толқындары пердеге тигенде әлсірейді және бәсеңдемес келеді. Сондықтан перде бар бөлме тыныш болады. Кілемде дыбысты сіңіретін затқа жатады. Кілем төселген бөлмеде дыбыс қатты жаңғырық бермейді. Бұл дыбысты бәсеңдетуге көмектеседі. Губка мен көбік өте жұмсақ заттар. Олар дыбыс толқындарын жұтып алады. Сондықтан дыбыс әлдеқайда төменес келеді, ал қатты қабырға дыбысты сіңірмейді. Дыбыс қабырғаға соғылып, кері қайтып келеді. Сол себепті дыбыс қаттырақ шығады. Бос бөлмеде дыбыс қатты естіледі. Себебі дыбысты ұстап алатын зат жоқ. Ал жиһаз, кілем, перде бар бөлмеде дыбыс әлдеқайда тыныш болады. Құлақтық та дыбысты бәсеңдетеді. Ол сыртқы шуды азайтады, құлақты қорғайды. Сондықтан оны қатты дыбыс кезінде қолданамыз. Орманда дыбыс өте тыныш естіледі. Себебі ағаштар, жапырақтар дыбысты сіңіреді. Табиғатта дыбыс өздігінен бәсеңдейді. Қалаларда көлік шуы көп болады. Сол үшін жол бойына арнайы дыбыс бөгеттері орнатылады. Олар шуды азайтуға көмектеседі. Енді кішкентай тәжірибе жасап көрейік. Дыбыс шығаратын затты матаға немесе қорапқа жабайық. Дыбыс бірден бәсеңдейді. Бұл неліктен болады? Өйткені жұмсақ заттар дыбыс толқындарын сіңіреді, ал дыбыс күші азаяды. Үйде перде, кілем, жастық көп болса, бөлме тыныш болады. Бұл заттар дыбысты бәсеңдетуге көмектеседі. Дыбыс толқындары жұмсақ заттарға тиген сайын әлсірей береді. Соңында дыбыс жай ғана естіледі. Сонымен дыбысты бәсеңдетуге болады. Ол үшін жұмсақ заттарды қолданамыз. Бала тақтағай суреттеге қарап бөлмелерді сипатта. Бөлменің қайсында дыбыс жаңғырады. Неліктен қай бөлмеде дыбыс құлаққа жағымды естіледі? Неліктен жағымды естіледі? Енді бізге бала қараңызшы, екі бөлме берілген. Қандай бөлмелер? Шақырсақ? Бірінші бөлме бос бөлме, екіншісінде жиһаз заттар көп. Жиһазбен жабдықталған, иә? Жарайсың, отыра ғой. Енді келесі сұрақ. Қай бөлмеде дыбыс жаңғырады? Ынтымақ? Бірінші бөлмеде. Ол қандай бөлме? Бос Бос бөлмеде дыбыс жаңғырады, иә? Отыра ғой. Ал не себепті? Кім айтады? Бағдат? Жұмсақ заттар жоқ. Тамаша. Жарайсың. Екінші бөлмеде жұмсақ заттар бар. Диван,
Şartlama şutlama. Себебі біз қатты затты немен қаптадық? Жұмсақ затпен қаптадық. Жарайсыздар. Олай болса, дыбысты бәсеңдетуге болады екен? Болады. Не арқылы? Жұмсақ заттар арқылы бәсеңдетуге болады екен. Сүйікті заты, сүйіктігі арналған жаттығуды орындап аламыз. Жарайсыздар. Балалар, олай болса оқытумен жұмыс жасайық. Мәтінді түсініп оқымыз. Сен білесің бе? Ашамыз. Мәтінді түсініп оқыған оқушылар бір балдан аламыз. Өзіміз бағалап қоямыз. Топтық жұмыс, зерттеу жүргіземіз. Ол үшін бізге қажетті заттар. Қоңырау, сағат, сүлгі, телефон, кішкентай жастықша, қорап. Бұл зерттеу арқылы дыбыстың қаттылығын қалай бәсеңдетуге болатынын анықтайтын боламыз. Сағат қоңырауы қатты естілді. Біз оны бәсеңдету үшін жастықшаны қолдандық. Жастықшаны қолданған кезде дыбыс жай шықты. Әуен қатты шықты. Біз әуенді бәсеңдету үшін қорапшаға салдық. Қорапшаның ішінде дыбыс жай шықты. Қоңыраудың дыбысын орамымен басу арқылы дыбысты бәсеңдетеміз. Балалар, тақтаға назар аударайық. Бізде суретте берілген дыбыстың жағу мен жұқуын қайда пайдалануға болады? Ал кім айтады бізге қандай суреттер берілген? Назар. Кино немесе медицина немесе спортта және суда жүзетін кеме. Ал отырағы келесі кім айтады? Бірінші суреттер. Бұл қай жер? Фамилиясы? Кино? Студиясы. Дыбыс студиясы. Ал екінші суреттер кім айтады білмеймін? Дұрыс. Ал үшінші суреттер ненің суреті? Абай. Концерт залы, иә, дұрыс. Төртінші суреттер әдемі. Дұрыс айтады. Енді осы төрт суреттің қайсысында дыбыс шығады, қайсысында дыбыс жұтылады? Ал көркем. Бізде ән айтатын залда дыбыс жұтылады. Өйткені бізде ән айтатын залда орындық, перде, мата деген заттар бар. Жарайды. Бұл концерт залында дыбыс жұтылады және бұл дыбыс студиясында дыбыс жұтылады. Ал келесі екі суретте дыбыс не істейді екен? Жарайсыздар. Келесі саралау тапсырмасы. Бірінші тапсырма сұрақтарға жауап береміз. Иә, жоқ пен біреуін таңдаймыз сұраққа байланысты. Екінші тапсырмасы сөйлемдерді толықтырамыз. Түсінікті болса, олай болса бастаймыз.
заттар қолдануға болады. Жарайсыздар. Жауаптарыңыз дұрыс болса, ұпайыңызды қоямыз. Қателесек, сәйкестендіріп бағалаймыз өзімізді. Балалар, олай болса, бері қараймыз, келесі тақырыпқа топ-топымыз. Бірінші топқа орнын тап әдісі арқылы орындайды, яғни бос бөлмені жабдықтайсыңдар. Екінші топ топтастыру әдісі, жарық пен дыбыстың қасиеттерін топтастырасыңдар. Үшінші топ голограммалық сағат арқылы тапсырманы орындайтын боласыңдар. Дыбыс толқындары барлық бағытта таралады. Дыбыс шағылады. Дыбыс үш әрекетті кейде дыбыс толқындары таралады. Дыбыс жаңғырады. Жарық шағылады. Жарық үзу бөлме таралады. Жарық жұтылады. Егер даусыз аудио журналы өзгеше. Бірінші топ бос бөлмені жұмсақ заттармен жабдықтады. Сол үшін ол жерде дыбысты рәсімдете білді. Екінші топ, яғни жарық шағылады, түзу бөлме таралады, жұтылады. Дұрыс пе? Дұрыс, жарайсыздар. Дыбыс шағылады, жаңғырады, дыбыс толқындары барлық бағытта таралады, үш әрекетті күйде дыбыс толқындары таралады. Сәйкестендірейік, балалардың жауаптары дұрыс екен. Олай болса, өзіміз топтар бір баладан алып бағалаймыз. Балалар, олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Микрофон әдісі арқылы орындайтын боламыз. Бірінші топ, екінші топқа сұрақ қояды, ал екінші топ сол сұраққа жауап береді. Үшінші топ болса, бүгінгі сабақта қандай ойын түйіндер бойынша қорытынды жасап, өмірмен байланыстырып мысал келтіретін болады. Түсінікті ғой тапсырма. Олай болса, бастаймыз. Сұрақ қоямыз. Екінші топ, сұрақ қоямыз. Дыбыстың жабылу мен жұтылуы қайда пайда болады? Дыбыс ультрадыбыстық зерттеуде және балық ауруға арналған экологиялерде шағылады, ал дыбыс жазу студиясы мен газет залында дыбыс жұтылады. Жұтылу дегенде? Жұтылу дегеніміз дыбыс толқыны жұмсақ бетке тигенде жұтылып, дыбыс әрі қарай таралмайды. Олай болса, үшінші топқа тапсырма. Бүгінгі сабақта қандай ой түйіндер? Бүгінгі сабақта біз дыбысты бәсеңдетуге болатынын түсіндік. Тапсырманы оқып келеміз. Ал сабақ барысында кім қандай бал жинады? Айсере? 7 бал. Жарайсыңдар. Әмір 9. Бүгінгі сабақта өзіміздің түсінгенімізді бүгінгі білімнің айнасы әдісі арқылы білдіретін боламыз. Ал бірінші топқа келеміз. Барлығымызға сабақ жақсы түсіндірді болғанымызды білдір. Ал көмек керек деген оқушыны өзім бақылап тұрдым. Қосымша түсіндіретін боламын. Сабақ аяқталды.